Қайырлы күн, сіздермен бүгін осындай әдемі песочный рогалики пісіреміз. Менің каналыма лайк басуды, тіркелуді, қоңыраушаны басуды, видеоларымды соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Рогаликтің қамырына бізге май, разрыхлитель, ұн және де бір пачка 190 грамдық майонез қажет болады. Ал салмасына жаңғақ пен мейіз және сахарная пудра. Салмасын қалағандарыңызша алуларыңызға болады. Ал енді қамырға біз комнатный температурада еріген май мен майонезді қосып аламыз. Осы екеуін бірге араластырамыз. Әбден араластырғаннан кейін үстіне ұн сеуіп, ұнның үстіне разрыхлительді қосамыз. Оны да кішкене ұнмен араластырып алыңыздар. Сосын қайтадан барлық ұнды қосып, қамыр илейміз. Қамыр осылай болып шығады. Өте жұмсақ, песочный қамыр міне осындай. Енді бір жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Ал холодильниктен жарты сағаттан кейін қамырды алғаннан кейін осы видеодағындай қамырды кесуге ыңғайлап аламыз. Сөйтіп бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Қандай рогалик жасайсыздар, соның көлеміне қарай бөлу керек. Менде 14 шықты. Ол 14-тің әрқайсысы 4-ке бөлінеді. Шамамен осындай шығады. Енді жайып аламыз. Кейін қамырларыңыз үлкейгенде орнынан қозғалтпаңыздар, өйткені бөлініп кетеді. Бір 20 сантиметрдей болып шықты менде. Одан үлкен болса да болады. 4-ке бөлеміз. Ал енді салмасы ретінде мен мейізбен жаңғақ қолдандым. Басқа өздеріңіз ұнататын заттарды қолдансаңыздар да болады. Жаңғақ мейізді алма-кезек қоямыз да осылай ақырындап ораймыз. Ал салмасыз жасайтын болсаңыздар, міне бірден орай бересіздер. Орағанда өте ұқыпты болыңыздар, қамыр өте үлпілдек. Міне духовкаға 180 градусқа 20-30 минутқа саламыз. Піскен кезде байқағандарыңыздай тек қана екі ұшы ғана қызарып піседі. Ал енді дайын болғанда ыстықтай осылай сахарная пудраға аунатамыз. Сахарная пудраға аунатқаннан кейін бірінің үстіне бірі қоймаңыздар, суығанда ғана осылай қоясыздар, өйткені сахарная пудра бір-біріне жабысып қалады. Каналыма жазылуды достар, қоңыраушаны басуды, видеоларды соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ал бірге дәмін көрейік. Өте күшті ас болсын.